Сәлем қыздар, біз бүгін жұма мүбәрәк болсын, бүгінгі ниеттеріңіз қабыл болсын. Біз бүгін 7 шелпек жасап көреміз. Менің өзімнің ылғи жасап жүрген рецептім. Осы рецептпен тура 7 шелпек шығады. 8-де шелпек емес, 6-да шелпек емес, тура 7 шығады. Ол үшін 350 грамм ұнға 200 грамм ыстық қайнап тұрған сүт, бұл бұрқыраған сүт, қайнап тұрған сүт. Соған мен 2 қасық қант салдым, 1 қасық тұз салдым, кішкентай қасықпен, сосын әбден езіп, ішіндегісін ерітіп, барып осы ұнның үстіне құйдым. Мұна ұнды почти шала пісірді. Осы пісірді осы сүт, ыстық сүт. Содан кейін 1 жұмыртқа құйдым үстіне. Кстати, қыздар, егерде сіздер 1 жеті ғана ғой мынау, егер 2 жеті, 3 жеті пісірсаңыздар да, сол 1 жұмыртқа жарайды. Мейлі неше жеті пісірсаңыздар да, осы 1 жұмыртқа жарайды. Өстіп осыны араластырасыздар тестаны. Мынау енді бірден қолмен илеп кетуге келмейді, өйткені ыстық, сондықтан ағаш қасықпен иледім. Одан кейін мінекей қолмен илеп, мынандай болып шықты. Кішкене іртік болып шықты, өздеріңізге көрініп тұрған шығар, өйткені бұл тынуын керек қылып тұр. Нанның тынуын, бұл тынған кезде мына іртіктерінің бәрі жазылып, құрыс-тұрысының бәрі жазылып сөйтіп кетеді. Дәл бір түктелген материал сияқты болады да енді. Сөйтіп шыға келеді. Қазір мінекей осыны мен астына кішкене ұн себемін, өйткені бұл тестаның өзі ыстық, қазір жылы болып тұр. Буланады ғой, қазір мен целлофан мешокпен жапқан кезде бұл буланады. Сондықтан да кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады, аса көп емес, кішкене ғана. Астына, үстіне кішкене ұн сеуіп жібересіздер де, сосын оның үстінен целлофановый мешокпен жауып қоясыздар. 15-20 минутқа. Негізінде неғұрлым көбірек тынса, соғұрлым тестаңыз өте жақсы болады. Негізі түнде үйлеп қойып, таңертең пісірсаңыздар болады. Тестаны только суытқаннан кейін целлофанға салып, холодильникке қойып қойыңыздар. Таңертең бір өте жақсы болып шығады. Міне қыздар, 15-20 минутым өтті менің. Енді міне иленген нанымды алып шықтым. Өте бір жұмсақ болып, қолға да өзі ұсталғанда бір приятный болып, жаңағы іртік-іртігінің бәрі басылды. Міне сондай бір жақсы болып шықты. Енді мен бұны тура 7 бөлікке бөлемін. 7 бөлікке, міне көрініп тұр ғой, қыртыс-тыртысының бәрі, жаңағы іртік-іртігінің бәрі басылды. Енді 7 бөлікке бөлемдағы, сосын кейін оны жаям. Қыздар, жайған кезде қалай болады? Жайған кезде өте жұқағып жайыңыздар, өте жұп-жұқағып жайып, содан кейін қатты қызып тұрған майға бір малып аласыздар. Просто сал жібересіздер де қатты қызып тұрған майға. 1-2 рет айналдырып жіберіп, келесі жағын аударып, вилкамен не болмаса тістеуікпен солай істейсіздер. Міне мен пока біреуін жайғанша, қалған 6-ауын целлофанның ішінде сақтадым, тына берсін деп. Қолымда қазір телефон болғандықтан мен сіздердің көздеріңізше жай алмаймын. Сондықтан мінекей жайдым мен. Қыздар, өте жұқа болсын, мен өте жұқа істей алмадым, өйткені менің сковородкамның аумағы кішкентай болғандықтан бұл кішкене қалыңдау болып кетіп жатыр. Өте жұқа болсын. Қалыңдау болып кеткендіктен бұл кішкене ұстау керек болады онда, қызып тұрған майға. Оның үстіне менің газым да не емес, қатты қызбайды. Сондықтан осылай істедім, қыздар. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, енді осыны қатты қызып тұрған қазір майға салып жіберемін. Мен мысалы енді осы уақытқа дейін, өзі 47 жыл бойы өзі осы немен рецептпен істеп келе жатырмын ғой, өзіме, өйткені қатты ұнайды. Бірнеше рецептпен істеп көрдім, бірақ ішіндегісі осы рецепт маған қатты ұнады. Сондықтан осылай мінекей жұмыртқа қосып істеп келе жатсам, кеше менің құрбым бұған жұмыртқа қосуға болмайды. Прямо бұлай қылып айтады да, жынды, бұған жұмыртқа қосуға болмайды деп. Неге десем, білмеймін дейді, өзі де білмейді. Бір кезде мектепте жүрген кезде апам ұрысқан болатын дейді, прямо тәй-тәрі деп сөйтіп ұрысқан дейді.
жұмыртқа қосам екен 7 шелпекке деп, содан әлгіні жай ғана жеуге қалдырып әлгі шелпектерді дейді, содан кейін жұмыртқа қоспай жай ғана сүтке илетті дейді. Соған қарағанда енді жұмыртқаны харам деп айтатын шығар, енді білмедім оны. Сосын кейін мінекей өстіп пісіріп алғаннан кейін қыздар өстіп қағазға салдым. Өйткені менің майым онша қызып тұрған жоқ, сондықтан да ана майды кішкене сорып алсын деп қағаздың арасына қағаз салдым. Қағаз салмасаңыздар да болады. Егер менің газым қатты жанып тұрған болса, мына шелпектерім жұп-жұқа болса, жай ғана малып алып отырсам, онда мен қағаз қоймас едім. Міне кішкене қағаздың үстіне қойып жатқан себебім сол менің. Қыздар, сол жаңағы жұмыртқа туралы айтам да, енді кім қалай ойлайды, не деп ойлайсыздар, дұрыс па жұмыртқа қоспаған? Бірақ енді мен көргенде қаншама адамдар жұмыртқа қосады. Мен ойламаймын ол дұрыс емес нәрсе деп. Қыздар, кстати, менің каналыма жазыла кетіңіздер. Менің каналымда бірнеше рецепттер бар. Мысалы, 5-ақ минуттың ішінде дайын болатын пицца бар. 6-ақ минуттың ішінде 3-ақ ингредиентпен духовкасыз Наполеон торты бар соның ішінде. Сонымен бірге пирог бар. 7-8-ақ минуттың ішінде дайын болатын өте оңай пирогтың түрлері. Сонымен бірге корейстердің әлгі нелері бар. Жүректен деген сияқты хелер бар. Қыздар, жазыла кетіңіздер менің каналыма. Мінекей қыздар, шелпегім дайын болды. Өте дәмді, өте жақсы. Өзіме және үйге келген кісілер де айтып атады, сенің шелпегің жақсы деп. Мінекей шелпегім дайын болды. Қыздар, ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Ұнаса ұнағанын, ұнамаса ұнамағанын айтып, және өздеріңіздің пікірлеріңізді айтып, комментарийға жаза кетіңіздер. Білмейтін ана жас қыз-келіншектер де біле жүрсін, оқи жүрсін. Пока, қыздар.